Allahu 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 Ассаламу алейкум, қадірмен мұсылман ағайын. 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айында өздеріңізбен бірге иман ашар бағдарламасы. Аллах тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Бүгінгі хабарымызды білімнің исламдағы дәрежесі деп алып отырмыз. Егер де тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, 22 43 65 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы облысы Алакөл ауданының бас имамы Молдахметов Әнет Омарханұлы келіп отыр. Хабарымызға қош келдіңіз, Әнет мырза. Аллах тағала ұстаған оразаңызды қабыл етсін. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы да мына білімнің исламдағы дәрежесі. Осы ислам діні білімді қаншалықты дәрежеге көтереді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва ла-ақибату лил-муттақин ва салату ва-саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман ағайын. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды Алла қабыл етіп, баршамызға Алла екеуінен жақсылығын, бақытын, берекетін нәсіп етсін иншалла. Енді тақырыбымызға оралсақ, ислам діні бойынша білімге өте үлкен мән берілген, өйткені Құранның өзінің ең алғашқы аяттарының өзі пайғамбарымызға Алақ сүресінің 5 аяты түскен. Иқра деп басылады, яғни Құранның алғашқы аятының өзі иқра, оқы, сондай жаратқан Раббыңның атымен оқы, ол адамды ұйыған қаннан жаратты деп басылады. Сонда оқы деген сөз 3 рет айтылады. Осы жерден бастап біз ғылымның исламдағы дәрежесі қаншалықты екенін білсек болады. Және сондай-ақ Құранда Алла тағала көптеген жерде білім жайлы айтады. Соның ішінде Зүмәр сүресінің 9 аятында білгендер мен білмегендер тең бе деп келеді. Яғни білген адамдар мен ғылым берілген адамдар мен білімсіз адамдардың дәрежесі екі бөлек екен. Ғылым берілгендердің дәрежесі жоғары екендігін айтып өтеді. Және тағы бір аяттарда Алла тағала білім берілгендердің дәрежесін арттырады дейді. Яғни осы өстіп пайғамбарымыздың хадистерінде де мұсылман ғалымдарды аспандағы өзінің сахабаларын аспандағы шоқ жұлдыздармен тең екендігін, оның артынан ерген адамдар бір шамшырақ алып жүрген қараңғы түнде жол тапқан, жолды бастаушы адамдар екендігін есептеген. Яғни дініміз бойынша дін ғылымы болсын, қандай білім алу жағын парыз санаған, бұл 40 парыздың бірі болып саналады. Дініміз бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады: «Талабул илми фаридатун аля куллил муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат». Яғни ілім алу әр мұсылман ерге де, әйелге де парыз дейді. Осы тұрғысынан дініміз бойынша әр мұсылманға ерге де, әйелге білім алу парыз екен. Яғни ол жай ғана бір адамның қаласы алып қаламаса ізденбейтін нәрсесі емес. Әркім мойнындағы Алла тағала парыз қылып жүктегеннен кейін әр мұсылман ердің де әйелдің де міндеті болып табылады. Сондықтан да ғылым ол дінмен қашанда ұштасқан бір үлкен қағида, үлкен жол деп біз есептейміз. Енді көптеген адамдар түсінеді, осы уақытқа шейін түсініп келді, ислам діні әйел адам дәрежесін түсіреді, ол керісінше қымтап, басын ұрап, үйде отырғызып қойып, білімсіз, қараңғы қалдырады деп. Жаңа сөзіңізге қарап отырсам, мұсылман ерге де, әйелге де парыз деп айттыңыз. Сонда соған қарағанда ерге және әйелге де ол міндеттелген ғой білім алу. Әрине, енді кейбір бұрынғы кезде кеңестік үкімет кезінде тарихтар бұрмаланып, немесе кейбір батыстың исламға қарсы, әрине бәрі емес, қарсы ғалымдары исламды қаралау үшін көптеген тарихты бұрмалап жазған. Соның ішінде исламның жаңағы әйел адамды төмен санайды деп, мысалы жаңағы әйел адамға жаулық кигізіп, көбінесе ол деген үйде отырып баланың тәрбиесіне қарауға көп мән берген дініміз негізі. Соны басқаша көзқараспен қарастырып, әйелді жұмыс істеуге немесе қоғамдық іспен араласуға тыйым салады, әйелдің құқығын шектейді деп теріс түсінік береді. Әсте олай емес, өйткені Алла тағала әйел адамның дәрежесін шариғат бойынша да, Құранда да дәрежесін, өз дәрежесін көтерген. Біз егер тарихты алып қарайтын болсақ, ислам келмей тұрып, ислам топырағында сол араб түбегінде әйел адамдардың дәрежесі өте төмен еді. Оны біз тарихтан да оқып білеміз. Өйткені Құранда да айтылады, ол жерде қыз балалар туса, олар намыс көріп, жалған намысқа беріліп, тірідей көметін болған ислам келмей тұрып. Әйел адамдар бір зат сияқты сатылып кете салатын, әуелі баласы да анасын құрметтемей, басқа әйелдерді бір зат сияқты алмастырып, осындай бір заманда ислам діні келгенде 14-23 жылдың ішінде
14 ғасыр бұрын осы әйел адамның дәрежесі қаншалықты жоғары екендігін біз Құраннан оқысақ та, хадистен оқысақ та көріп білеміз. Енді мысал келтіре кетсек, мысалы әйел адам, мысалы пайғамбар бір хадисінде айтады, жұмақ ананың табанының астында дейді. Сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы Меккені алғанда, уада қоштасу қажылығында, құтпасында ең маңызды сөздерін айтып өткен. Соның ішінде әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Сендердің абзалдарың ең жақсыларың әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың, ең нашарларың әйелдеріңмен жаман қарым-қатынаста болғандарың деген. Мен өзім сендердің алдарыңда әйелмен жақсы қарым-қатынас етушімін деп айтқан. Және сондай-ақ олардың айыптарын бетіне баспауын, оларды қашанда құқықтарын, хақтарын беруді пайғамбарымыз қашанда талап еткен. Мысалы, ер адам әйелге үйленген жағдайда оны аманат қылып алады. Ал енді дінімізде аманатқа қиянат жасау үлкен күнә болып саналады. Сондықтан да әйел адамның және білім алуға деген, ілім үйренуге деген, мына Құранда өзі Алла тағала пайғамбарымыз арқылы айтып тұрғандай, білім алу парыз десе, оны біз ешқандай мұсылман әйел адам білімсіз үйде отырып тек қана қоғамдық іспен араласуға, ілім алуға болмайды деп айтуы әрине қатесіздік болып табылады. Сондықтан да әйел адамның исламдағы білім алудағы орны өте жоғары, ерекше. Алла разы болсын. Көрерменімізден бір сауал бар екен, тыңдап алсақ. Сіз тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы құтты болсын. Күндердің ұлығы жұма құтты болсын, мүбәрәк болсын. Амин, Алла разы болсын. Сіздерге қояйын деген сұрағым мынандай еді. Мен өзім намаздағы әйелмін. Көп шұғылаңыз мына жұма күндері тезірекке Құран оқып беріңізші деп шақырады. Кейде күйеуім жібермейді, әйел адам күйеуі болып тұрып, біздегі бар Құран оқуға болмайды, күйеуі бар адам деп рұқсат етпейді. Жоқ. Сен барып біреудің үйіне Құран оқуға күнә дейді. Сол қаншалықты дұрыс екен, сол түсініп беріп кетіңізші. Рахмет, өте жақсы. Жақсы, енді бұл кісінің қойған сұрақ жағы елдер Құран оқуға шақырады деп отыр ғой. Жоқ, бұл кісі ерім де жібермейді деп отыр. Ерінің рұқсатынсыз басқа жерге баруға болмайды деп. Ері былай дұрыс айтып отқан сияқтысыз. Қалай ойлайсыз енді? Әрине, енді жаңа айтып отырмыз ғой, ер мен әйелдің өзінің шариғатта өз орны бар. Сондықтан да ер адам, Құранда Алла тағала айтады, ер мен әйелдің орындарын былай белген. Ер адам үйдің қожайын дейді, яғни үйдің басшысы дейді. Үйді басқарады, сол кісінің жаңағыдай үйде басқарумен әр нәрсе болады разылығымен. Әйел адам сондықтан да рас, ол күйеуі разылығын берсе, әйел адам сол күйеуінің разылығымен істей алады. Егер жоқ үйде отыр болмайды десе, әрине әйел адам күйеуіне бағынышты болу керек. Оған әйел адам ренжімеу керек әуелі. Өйткені ол өзінің жары, өзінің жаңағы жолдасы. Ал енді әйел адамның Құран оқуына келсек, ер адам негізі әр мұсылман Құран оқу білу керек. Мейлі ер болсын, әйел болсын. Енді біздің қазақтың өзіміздің дәстүрімізде әйел адам Құранды іштен оқиды деп айтады. Әрине әйелдің дауысын шығармай оқиды дегені бар. Енді ері тұрғанда шынында негізі ер адамдар оқу керек Құранды. Ер адамдар оқу керек. Ал енді әйел адамдар өз араларында іштерінен өз үйінде болсын дұғаларын жасап бағыштауына болады. Алла разы болсын. Ал енді тақырыбымызға қарай көше берсек, жалпы жаңа сіздің сөзіңізге қарап отырсақ, дінімізді білімсіз тану мүмкін емес екен. Жалпы осы қандай білімдерге ден қоюымыз керек? Мысалы, қарап отырсаң, тек қана ислам дінін қазіргі уақытта мысалы тек қана намаз, немесе ораза, зекет деп қана тану. Ислам діні тек қана ол емес, ислам діні ұшы-қиыры жоқ, қасиетті Құранда Аллах тағала айтқандай, өткел әлемдегі теңіздердің барлығы сия болатын болса, ағаштардың барлығы қалам болатын болса да, Аллах тағаланың сөзін жазып бітуден теңіздердің бәрі кеуіп, қаламдардың бәрі құрып қалатын еді дейді. Олай болатын болса, білімді тек қана осы бір қатып қалған бір жаңа жүйемен ғана алу керек пе? Жан-жақтылы мұсылман адам жан-жақтылы болуы міндеттейтін жерлер бар ма исламда? Әрине, ислам діні ғылым діні. Ғылым діні дегенде біз ар жағында бүкіл қандай әлемде ғылым бар, сол саланың барлығын қамтитындығын білуімізге болады. Мына шынымен де кейбір елдер ойлайды, тек қана Құранда, хадисте бір діни бір қағидалар ғана жазылған. Мысалы, намаз оқу керек, ораза ұстау керек, өтірік айтпа, арақ ішпе, жамандық қылма деген бір тәртіптік қағидалар ғана деп ойлайды. Олай емес. Дін деген ислам діні бүкіл ғылымды қамтиды деп отырмыз. Соның үшін біз мектепте оқыған математика, физика, химия, биология, медицина, астрономия, философия, бүкіл қандай әлемде ғылым бар, әлі әуелі ашылмаған ғылымның бәрі осы Құранда бар. Өйткені қазіргі ғалымдардың көпшілігі, батыс ғалымдары, 21 ғасырда ғылым технологияның прогрестен дамыған заманда, анау 14 ғасыр бұрын Араб жазирасында сондай бір білімсіз құмда көшіп жүрген арабтар
қайдан білген деп таңғаларлықпен осындай Құранның сырлары ашылып жатқанда амалсыздан, еріксізден ислам дінін мойындап жатыр. Ол жайлы дәлелдер өте көп. Сондай-ақ мына ислам діні ғылым діні екендігі, мысалы көп, мына біздің алысқа бармай қойық, мысалы қазақтың өзінің тілінде көп сөздер осы Құраннан, исламнан келген. Мысалы ғылым, ғалым, мұғалім, ұстаз, мектеп, медресе, әліппе, дүние, жаңағыдай мәжіліс деген сияқты осы атай берсек, көп ғылыми тілдің сөздері осы көбінесе араб тілінен енген. Ол қайдан келген? Яғни арабтың ғылымы біздің жаңағы салт дәстүрімізге, мәдениетімізге еніп, сол бойынша жаңағы біздің жаңағы осы өмір қағидамызға енген. Олай дейтініміз, енді жаңа айтып отырмыз, мысалы әліппе деген, мысалы ең бірінші сыныпқа барғанда балалар әліппе оқиды. Бұның арабта 28 әріп бар. Бірінші әлif, екінші бә деп айтылады ғой. Соның екі әріптің құрамасын әліппе деп атап кеткен. Мысалы жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың өзі мысалы төте жазу қазір мына Қытайдағы қандас ағайындарымыз осы төте жазуды пайдаланады. Оның өзі мысалы жаңағыда араб қарпінен алынған. Біздің 28 әріптің ішіне жаңа 42 әріпті басқа әріптерді қосып, осы араб әрпінен алған. Ол да бір ғылымның түрі яғни. Бұл да бізге келген бір үлкен мәдениеттің бір бөлшегі болып табылады. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, ислам діні жан-жақты ғалым, оның ішінде жаңағыда біздің ғалымдарымыз жетеді. Мысалы өзіміздің Орта Азиядан шыққан, өзіміздің қазақ жерінен шыққан Әл-Фараби, Хорезми, Игунеки деген сияқты осындай айта берсек өте көптеген ғалымдар осы әр философияның негізін құраған математик ғалымдар болған. Мысалы жаңағы Ұлықбектің өзі жаңағы үлкен обсерватория ең бірінші әлемде салынған осындай ғылым. Осы ғалымдардың бәрі біз қарап отырсақ, жаңағы Әл-Кинди мысалы мына шығыстың ғалымдары, философтар, Игунеки, Әл-Бируни жердің домалақ екендігін бірінші тапқан, күнді айналатындығын бірінші зерттеген. Осы ғалымдардың бәрі мұсылман ғалымдары. Мысалы ең бірінші көп ғылыми жаңалықтарды осы кісілер ашқан еді негізі шынайы тарихта. Енді біздерге енді осыны жаңа жетіп жатыр. Мысалы әуелі Американы бірінші ашқан Кристофер Колумб емес, бұны арабтың екі саяхатшы, теңізші ғалымдар ашқандығын осы күні Американың өзі дәлелдеп мойындап жатыр. Олардың бірінші сызып кеткен картасы, олардың сол жерде мәдениет дамығаны, бір кездері тұрып сол жердің көшкендігі, Абдул-Малик деген араб, мен осы тағы бір осы екі саяхатшының атын айтады. Осы кісілер бірінші сол жерді тапқанығын Американың қазіргі Куба жерін және басқа да ғылым салаларына өте көп еңбек сіңгендерін қазір әлем мойындауда. Енді айтып отырмыз ғой, сондай-ақ мысалы бірінші енді мына Европаға ислам діні Испания арқылы тараған. Өйткені білесіздер, Кордобада, Андалусия мұсылмандардың халифалығы кезінде, мұсылмандардың 8 ғасырда қолына өткен кезден бастап, осы жерде ислам мемлекеті биледі. Сол кезден бастап сол жерде мұсылман ғалымдар талай жылдар өмір сүрді ғасырлар бойы. Сол кезде ғылым мына орта ғасыр негізі алтын ғасыр саналған. Ең бірінші әлемдегі қазір мына университет, академия деп жатырмыз ғой. Бірінші Ирак жерінде, орта ғасырда ислам мемлекетінің орталығы осы Ирак жері болған. Ирак жерінде бірінші Бәйтул Хикма деген, яғни қазақша айтқанда даналық үйі дейді. Бірінші әлемдегі университет мына Европада варварлық кезең болып жатқанда осы кезде бірінші ашылған еді. Осы кезде бүкіл әлемнен жан-жақтан келіп осы жерде оқитын еді. Ол жерде ұстаздар, арнайы ғалымдар ілім беретін еді. Ол жерде тек қана мұсылмандар емес, басқа дін өкілдері, басқа ұлт өкілдері оқып, тек қана медреселерде үлкен бір жаңағыдай кітапханалар болған. Ол жерде білесіздер, Ирак қаласында үлкен кітапхана болды. Және ол жерде жан-жақты ілім алатын. Тек қана айтып отырмыз ғой, медресе дегенде, медресе сол кездегі мысалы біздің статусы академияның статусында болған. Айтып отырмыз, жан-жақты ілім алып, ол жаққа тарап, әлемге ислам таратқан болатын. Және жаңағы мысалы мына Испания жерінде, Кордобада, ол жерде де үлкен оқу орындары болды. Ол жерде жаңағы математика мен физика мен химия, биология, медицина әртүрлі жаңағы ғылым саласымен айналысқан. Енді медицина ең бірінші әлем тіліне енген, айтып өтсек, Ибн Синаның Әл-Қанун және Әш-Шифа деген кітаптары болған. Осы кісінің көптеген жаңағы негізі айтады 450-дей ғылыми кітабы бар еді. Соны ол кісінің өз заман жаңағы қуғынға ұшырап 20 жылдай бұл кісінің көптеген кітаптары жойылып, бізге қазір 250-дей кітабы қалды. Енді қысқаша айтқанда медицина кітабының өзі Ибн Синаның жаңағыдай осы бірінші кітабынан алынған. Негізі медицина деген медет деген жәрдем тілеу. Медет, Синаның медет деген сөз алынған екен.
Және сондай әлі күнге шейін жаңағы Еуропаның үлкен оқу орындарында осы әлі күнге шейін осы Ибн Синаның кітаптарын, ғылыми еңбектерін оқып, содан көп жаңағыдай негізі сілтемелер әуелі жасаған. Және де мына қазір мысалы бізге болашақ бағдарламасымен шетелге барып оқу қазір біздің үлкен жаңағыдай мемлекеттік саясатымыз үлкен бір дәреже саналады, үлкен бір жаңағыдай қол жетістік деп санаймыз ғой. Сол сияқты тура сол жаңағыдай мына Испания мұсылмандардың билігінде болғанда тура еуропалықтар өсіп Кордоваға келіп, мына Андалусия жеріне келіп білім алып, жаңағыдай үлкен білім ордаларынан ілім алу, араб тілін үйрену олар үшін үлкен бір дәреже болған. Сөйтіп барып Еуропаның ғалымдары исламды бірінші осы мұсылмандардан Еуропаға бірінші таныстырған осы кезең еді. Ал енді қазіргі уақыттарда мысалға көптеген батыс ғалымдар исламды қабылдап жатқан, қабылдамаса да мойындауға мәжбүр болып жатқан батыс ғалымдар бар. Енді олардың осы исламды қабылдауға себеп болып жатқан не нәрсе? Енді айтып жатырмыз ғой, ислам діні ғылым діні. Ғылым діні болғаннан кейін ол заман жаңарған сайын Құран жаңарады деген айтылған үлкен қағидалы сөз бар екен. Осы олардың мүлдем Құраннан, исламнан хабар болмаса да, зерттеп 21 ғасырда тауып жатқан нәрсесін араб ғалымдары, шейхтары Құранда бұл 14 ғасыр бұрын жазылған дегенде олар амалсыздан таңғалмасына шаралары болмай жатыр. Сол кезде мысалы бір мысал келтірсек, Кейт Мур деген эмбриолог, Американың адам жаратылысы және эмбриология ғылымының профессоры Кейт Мур бірінші жаңа осы ананың құрсағында баланың даму процесін 30 жыл бойы зерттеген екен. Бірінші ананың құрсағында бала қандай процесстен қандай процесске өтіп, ол қай неше аптада жаңа оған жан бітетін, ол ұйыған қан болатын, оған сүйек бітетін, яғни 9 айдың ішінде ананың құрсағында бала қалай дамып, қалай дүние келетін зерттеп, ғылыми жаңалығын ашқан бірінші осы Кейт Мур еді. Бұл кісінің исламнан хабар жоқ еді. Сол кісі өзінің бірінші жаңалығын ашып, конференцияда өзінің сенсация жариялап отырғанда, арабтың ғалымдары, бұны шейхтары 14 ғасыр бұрын Құран кәрімде айтылып қойғандығын жеткізгенде, Құранда өзі келеді, үш қараңғылықта ананың құрсағында дамыды, ол ең бірінші бір тамшы су еді, ұйыған қан болды, оған сүйек бітті, оған етпен қаптадық деп Құранда анық өсіп келеді. Бірнеше аяттарына келеді. Соны оқып бергенде ол кісі таңғалады. 14 ғасыр бұрын еш діннен, ғылымнан хабар жоқ Мұхаммед, оны қайдан білген деп таңғалады. Сонда араб ғалымдары бұл Мұхаммедтің ойынан шығарған емес, бұл Алла тағаланың діні, Алла тағаланың хақ кітабы. Сондықтан да Алла тағала өзін жаратқан дарын болашақ адамдарға білдіру үшін өстіп Құран аяттарын ашық жариялайды дейді. Сонда ол кісі бірден жаңағыдай таңғала тұра исламды қабылдамай, кейін бұны зерттейді, ағылшын тіліне аударған Құранды зерттеп, кейін көзі жетіп, басқа да ғылыми жаңалықтарды ашып, бұл кісі кейінгі бір конференциясында бұл мен үшін таңғажайып ғылым болды. Мен енді Алланың хақ діні ислам екендігін мойындайды деп, сол жерде исламды дінін мойындағанын жазады. Және арабтың ғалымдарының ұсынысымен кітабын, жаратылыс кітабы деген кітап жазады Кейт Мур. Сонда Құранның аяттары мен хадистерді кіргізеді өзінің ғылыми дәлелдеріне. Және сондай-ақ Американың ғалымы, геолог Альфред Кронер деген кісі, бұл жаңағы Құранда Әнбия сүресінің 30 аятында айтылған әуелде аспан мен жер бір тұтас еді, кейін ол екеуінің арасын ажыраттық, бүкіл жаратылысты Алла тағала судан жараттық деген аятты ол кісі көріп таңғалады. Яғни ол кісі өзінің жаңа геология ғылымында аспан мен жер бір дене еді дейді ең бірінші. Қазір ғылым саласында солай, яғни зерттелген, дәлелденген. Соны көріп ол кісі жаңағыда таңғалып, бұл 14 ғасыр бұрын жай адамның білуі мүмкін емес еді. Қазіргі мына ғалымның дамыған шағында есептеу машинасы, электронды машиналар арқылы есептеу құралдарымен біз жаңағыдай соңғы жетістік техника арқылы осы зерттеп тауып жатқан нәрсені 14 ғасыр бұрын ядролық физикадан еш хабары жоқ, жай ғана Мұхаммедтің білуі мүмкін емес еді. Бұл шынымен де көктен түскен ұлы жаратушының ілімі деп амалсыздан мойындаған екен. Сондай-ақ келтіре берсек өте көп, жапондық геолог профессор Сиаве деген кісі жер қыртыстарын зерттегенде бірінші тауларды Құранда айтады, біз таулар жерге қазық қып жараттық дейді. Яғни қазық деген жерге қағып қоятын нәрсе ғой. Сонда енді біздер былай сол 14 ғасыр бұрын оқысақ, жай ғана жерге қазық қып жараттық, жерін тепе-теңдігін сақтау үшін дейді. Сол кісі бірінші тау қандай биік болса, астында сондай тамыры бар екен.
Жана профессор Сиаведа, жапонның ғалымы, бірінші сол зерттеп табады. Сонда ол сол зерттеп ғылыми жаңалығын ашқанда, тағы да мұсылман ғалымдар осының Құранда бар екендігін айтқанда, ол кісі және таң қалмасына шара қалмай, бұл кісі ислам хақтың екендігін мойындаған. Сондай-ақ мына Жапонияның бір ғылыми обсерваторияның директоры Эшенди Коган деген Жапонияның ғалымы, профессор, кейінде бір жаңалық айтады, мен жаңағыдай сіздер әлем ғалымдарына жар салды. Мен қазір ғылыми тылсым күштердің жаңағыдай бастау көзін қайдан табу керек екенін сіздерге айтайын, ол қасиетті Құран дейді. Ол діні басқа ғой, ұлты басқа. Құранды көп оқысаңыздар, Құранның әлемнің талай сырлары ашылады, талай ғылымның беттері ашылады деп, осы кісі өзі Құранның хақ екендігін мойындап, осы күні әлемге жар салып отыр. Сол сияқты осындай ғылыми жаңалықтар қазіргі заманда ашылып жатыр. Енді ғалымдар айтады, негізі Құран қияметке дейін ол жалғаса беретін мұғжиза, яғни бір керемет. Құранның қазірде осы күнге шейін 10% ғана сырлары ашылды дейді. Қалған 80% әлі ашылмаған дейді. Енді өзіңіз ойлай беріңіз. Құран әлі де біз естімеген, көрмеген, білмеген ғылымның әлі қанша талай қазба байлықтар жатқандығына біз ойлай берсек болады деп ойлаймын. Ал енді қазіргі уақытта, қазір біз өмір сүріп жатқан 21 ғасырда исламға үрке қарайтын адамдар бар мысалы. Олардың бәрі көшеде бір сақалды адам көрсе қорқатын, террорист, экстремизм деп қана түсінетін адамдар. Орамалды қыз көрсе бір жабайы адам көргендей бір халге келетін болды. Ол кісілерге осы ғылыми шетелдің қаншама ғалымдары исламды қабылдап жатқанына, мойындап жатқанына қарап, сол кісілерге қандай бір кеңес айтар едіңіз? Енді ондай кісілерге айтар едім, тек қана біздер ана жайтып отырмыз ғой, дұрыс емес не дейміз ғой, жаңағы бағдарлама немесе дұрыс емес пікірлер қалыптасқан заман, қазір мысалы кейде мысалы теледидардың өзінен мысалы жаңағыдай бір мысалы 2001 жылы жаңағыда 11 қыркүйек күні мысалы үлкен теракті болды. Нөмір 1 теракті деп жаңағы Усам басында сәлдесі бар, сақалы бар, қолында автоматы бар, мұсылманның кейпін киінген Бен Ладенді көрсетті. Содан бастап негізі солай әлем халықтарының ішінде, соның ішінде өзіміздің мұсылман деп жүрген елдердің арасында террорист дегеннің бейнесі, террорист десе, экстремист десе, бірінші сол бейне елестейтін болған сияқты болып тұр. Сәлдесі бар мұсылман адамның дейміз. Сондай-ақ шынымен де сол халықтардың арасына, мұсылмандардың арасына сәлдесі бар, сақалы бар, немесе оранған дардың арасынан осындай террористік актілер жасап, немесе осындай жабайылықпен исламды қара күйе жағатындай бір жаман жағынан көрсетіп атқан халықтар бар. Енді адамдар бар да, ол араб ұлтынан болсын, басқа ұлтынан болсын. Енді қазір ол жоқ емес, қоғамымызда бар нәрсе. Енді оны көріп, ислам осындай екенде, ол қате түсінік, ол білімсіздік деп айтсақ, артық айтпаған болар еді. Өйткені жаңа айтып жатырмыз ғой, адам бірінші оқу керек та. Құранды оқысын. Құранда не дейді? Алла Тағала ешбір жер бетінде бүлік істемеген, адам өлтірмеген бейкүнә адамды өлтіру бүкіл жер бетіндегі әдемдегі адамды өлтірумен тең дейді. Қараңыз, бұл жерде мұсылманды деп атқан жоқ, ұлтын, дінін айтып атқан жоқ. Ешбір күнәсіз адамды өлтіру бүкіл әлемдегі адаммен өлтірумен тең дейді. Ал енді бір адамды өлімнен құтқару бүкіл әлемдегі адамды өлімнен құтқару дейді. Енді Құранда айтады, және тозаң түйірінде кім-кім күнә істесе, оның жазасын алады, тозаң түйірінде жақсылық істесе, оның сауабын алады дейді. Соны білген адам, мысалы дініміздің атын өзі ислам деген сөзге адамдар мән бере бермейді да. Ислам деген сөздің өзі бейбітшілік, тыныштық деген мағына береді. Алла Тағала, мысалы, жаңағыда Алла Тағала осы діннің атын өзі қойған. Жер бетіне мына қан төгіс, құл иеленушілік, адамды жаңағыдай бай патшалар әлсіздерде жан шыған заманда жер бетіне тыныштықты, береке бірлікті, ауызбірлікті әкелетін, сондай береке бірлікке шақыратын, бейбітшілікке шақыратын дін бұл бірден-бір ислам діні. Бұл аты айтып тұрғандай, ислам бейбітшілікке шақыратын болса, ол міндет ешқашанда адамдарды қан төгіске, жабайылыққа жаңағы насихаттамаса. Енді жаңағыдай сақал, ол біздің ата-бабамыздан жіберген сақал, ол Әл-Фараби, мына билеріміз, Ибн Сина жаңағыдай айтып отырған ғалымдарымыз, өзіміздің абай атамызды алсақ болады, хандарымыздың бүкіл жаңағы билердің бәрінде сақал болған. Ол бірінші мұсылман ер адамның тұлғасы, екінші ол пайғамбарымыз айтып отырмыз ғой, сүннеті, Мұхаммед пайғамбарымыз сүннеті деп жаңағыдай біз қабылдаймыз. Оның жаңағы егер ғылым жағына кіретін болсақ, оның да қаншама ғылымның жаңағы 90-нан астам сақалдың пайдасы бар деп келген осы күні. Көзге жайтына, тамақ ауруына, ангина деген сияқты осындай аурулардың көбін алдын алады дейді да, мына сақалдың жіберуі дейді. Бұл енді тек қана айтып отырмыз ғой, осы
киіміне қарап, түр тұлғасына қарап, адам мынау террорист, мынау дұрыс адам, мынау бұрыс адам деп ажырату ол білімсіздіктің салдары деп санаймыз. Жаңағы хижабқа келетін болсақ, жаңағы хижаб демей-ақ, мысалы енді арабтың сөзі ғой, мұсылманның жаңағыдай Алла тағала бұйырған әуретін жабатын әйел адамның Құранда айтқан Нұр сүресінің 31 аятында айтқандай әуреттеріңді жауып жүріңдер дейді. Ол мұсылманның әйелдің киінетін киімі деп бұрынғы апаларымыз киген кимешек, апаларымыз киген бүрмелі көйлек өсіп қабылдасақ дұрыс болады біз. Яғни бұл көктен келген жоқ, өзіміздің ата-бабамыздың ұстанған төл дініміз, төл жолымыз. Ал қазіргі заманның мына теріс берген пікірін көріп ап, бұны жабай қабылдау, бұл әрине білімсіздік дегеннен басқа айтарымыз жоқ. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: "Утлубу илми минал махди илал лахди" деді. Білімді тал бесіктен көрге дейін алыңдар деп айтты. Ал енді осы білімнің жалпы қай кезден бастап берілетін шегі бар ма балаларға? Мысалға біздерде қазіргі уақыттарда университетке немесе колледжге бір белгілі бір кезең бар. Колледжде 3 жыл оқыса, университетте 4 жыл оқиды, ар жағында магистратура мысалға. Сосын ал одан ары қарай тек қана қызмет, ол адам білімге ешқандай мән берілмей кетеді. Ал енді ислам дінінде бұған қалай қарайды? Исламды айтып отырмыз ғой, білім алу, тал бесіктен көрге бесікке шейін деді. Яғни білім алудың шегі жоқ ислам дінінде. Айтып отырмыз, мұсылман әйелге де парыз дедік, бұны бір шектемеген исламда. Мысалы, пайғамбарымыз балалардың 7 жастан бастап дінге, намазға тәрбиелеңдер дейді. 10 жасқа келгенде тұрғызыңдар дейді намазға. Бұл енді ең бірінші ислами діни тәрбие берудің бастамасы жайлы айтады. Негізі әке-шеше бала ес білгеннен бастап имандылыққа тәрбиелеу керек. Бізде енді бұл жерде кешіріңіз, біз баланы шынымен-ақ 7 жастан мектепке беріп жатырмыз. Мысалға 1-ші сыныпқа беріп отырмыз. Бұның өзі пайғамбарымыздың жаңағы сүннетіне сай істеліп жатқан амал деп айтсақ болады. Бағана бір сөзіңізде айттыңыз, алифба деген 2 сөздің құралуымен әліппе болды. Біз оны да қазіргі мектебімізде сол құрал ретінде пайдаланады балалар, оқу құралы ретінде. Ал енді пайғамбарымыздың 7 жасқа келгенде балаларыңызды намазға үйретіңіздер. Намазға деген яғни бір ғылымға ғой, қарап отырсаңыз. Ал енді тура сол сияқты бізде қазіргі уақытта балаларымыз 7 жаста шынымен ақ 1-ші сыныпқа беріп жаңағыдай дайындайтынымыз. Осының бәрі сүннетке сай амал деп айтсақ болады ғой сонда. Әрине сүннетке сай амал, енді жаңа айтып отырмын, мектепке барады. Мектеп деген мәктәп деген жаңа араб тілінен шыққан өзі. Осы білімді әдепті таяқша деп үйреніп, осы жастан басталаның өзі еске сақтау қабілеті де дамитын кезең. Енді пайғамбарымыз бекер айтқан жоқ. Ол енді айтып отырмыз, исламның ғылымдың. Біз жай ғана мына хадистерді оқисақ, оның жаңағыдай мағынасына мән берсек, терең жаңа айтып отырмыз ғой, үлкен мән жатыр, үлкен қағида жатыр. Енді баланы 7 жастан бастап неге намазға тұрғызыңыздар дейді? Өйткені адамның бірінші мына дүниеви білімнен көже рухани тәрбиелеу керек те баланы. Ол адам намазға тұрғанда, сен Алланың алдында тұрсың, сен Құдайдың алдында құлшылық қылып жатсың. Ол кезде бала артық іс-қимылдарын, жаман іс-әрекеттерін жаңағыдай қойып, тек қана Құдайға құлшылық қыламын деген ниетпен бала сол кезден бастап психикалық түрде тәрбиелене бастайды. Әл-Фарабидің де сөзі бар ғой, тәрбиесіз алған білім ол қауіпті деп айтқан. Көрерменіміздің бір сұрағы бар екен, кешіріңіз, тыңдап алып жалғастырсақ. Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум сәлем. Саған оразаларың қабыл болсын. Әмин, Алла разы болсын. Мына менің көкейімде жүрген бір ойымдағы сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап отырмыз. Мына төрткүл дүниені жаратқан бір Алла тағала ғой. Ал адам баласы өмірде бірнеше дінге бөлінеді. Мына сіздердің бүгінгі тақырыптарыңызға байланысты. Білім деп отырсыздар ғой енді. Бірнеше дінге бөлінеді. Мұсылман, христиан, буддизм және тағы да басқа діндер. Неге мына Европа мемлекеттерінің экономикасы мықты дамыған? Біз астымызда мініп жүрген автокөліктер, ауыл шаруашылық техникалары, компьютер жүйесі, ұялы телефон, тағы басқа заттар бәрін Европа елдерінен аламыз. Немесе Қытай, Жапония, Корея мемлекеттерінен аламыз. Бұл мемлекеттер бәрі христиандар мен буддистер. Сонда Алла тағала бұлардың миының ойлау қабілетін мықты жаратқан ба? Неге біздің ислам мемлекеттері Иран, Ирак, Ауғанстан, Азербайжан, Түркмения, Тәжік, Өзбек, Египет тағы басқа мемлекеттерінің экономикасы солардан төмен? Дамыған елдің қатарына көбінесе Европа елдері кіреді. Завод, фабрика салу әрине оңай емес. Сонда христиандар мен буддистерге оңай болғаны ма? Алла тағала осы солардың жаңағы қабілетін мықты жаратқан ба? Осы сұрағыма сіздер неге қандай жауап айтар едіңіздер? Бұл кісінің сұрағы өте жақсы сұрақ екен. Жақсы. Жаңа басында айтып кеттік қой, негізі ғылымның негізі исламнан алынған. Орта ғасыр мұсылмандардың алтын ғасыры болды. Бұны әлем тарих мойындайды оны. Айтып отырмыз ғой, ең бір обсерваториялар, аспан әлемін зерттеу, мына әуелі мына зеңбіректер дейді, химиялық аппараттар, осының бәрі негізі мұсылман ғалымдары жаңағы бастап шығарған негізі. Айтып отырмыз ғой, Европаға
бұл кісі айтып отырған европалықтар, басқа дін өкілдері дамыған, неге мұсылмандар артта қалған дейді. Сол орта ғасырда дамыған ғылым, білім, кейін жаңа айтып отырмын, мен бағана уақытымыз сұрақ қойғаннан кейін бөлініп кетті, жаңағы Европаға исламның қалай, ислам мәдениетімен, ғылыммен қалай танысқан жаңа айтып отыр ғой, жаңағы Испания арқылы дамыды деп. Сол заманда ғылыми еңбектердің бәрі, сосын екіншісінде крес жорығы болды. Крес жорығы кезінде мұсылмандардың кітапханалары тоналды, көп ғылыми еңбектер сол кезде Европаға өтіп кетті. Сол бастамасымен айтып отырмыз ғой, Ибн Синаның әуелі кітаптарының өзі осы күнге шейін Европаның жоғарғы оқу орындарында оқылады деп. Басқа да ғылыми жақтар оқып, осы бастамасын негізі исламнан алған. Кейін барып осылар арғыдай дамытып өтті христиан мемлекет. Шын қазір ешкімге жасырын емес, қазіргі заманда араб елі, мұсылман елі ғылым жағынан кенже қалды, артта қалған ол жаңағы ащы шындық десек болады. Қазіргі заманда солай. Бірақ негізі ғылым бастамасын мұсылман халықтары бастап берген еді. Мына бауырымыз енді дұрыс сұрақ қойып отыр. Былай түсінсек болады. Мысалға қазіргі уақыттарда мұсылмандар дәл осындай қазіргі уақыттай болатын болсақ, біз еш уақытта дамымайтынымыз белгілі. Өйткені қазір мұсылмандар түкке тұрмайтын нәрселермен алыстырып қойды ғой. Сақал, орамал, анау талтайып тұрып қойды, анау әмин деп қойды, саусағын шошайтып қойды деген сияқты бір ұсақ түйекке қарай мұсылмандар кетіп бара жатқан сияқты. Өйткені мұсылмандар соған қарай жаңа бұрмалап көзін аштырмай, ал жаңағы Европа болатын болса, Құранның ішіндегі бүткіл сыр хикметтің баршасын, білімнің баршасын солар ашып жатқан сияқты. Дамыған технологияның барлығы соларда. Ал енді соның барлығы жаңа сіз айтып отырғандай шынымен Құраннан алынып отыр ғой. Ол үшін мұсылмандарға қандай кеңес беру керек? Мұсылмандар даму үшін қалай болуымыз қажет? Мұсылмандар жаңағыдай тек қана дін деген намаз оқу, ораза ұстау, жаңағыдай тек қана мешітке барып құлшылық қылу деген ойдан арылу керек. Мұсылман дін жаңа айтып отыр, исламның ғылым діні. Бұл ислам жан-жақты ғылыммен мұсылман айналысу керек. Жаңа айтып отыр ғой, математика, физика, химия, қазір Еуропадан барып біз білім алуға мұқтаж болып қалдық. Өйткені шынымен бүкіл дамып жатқан прогресс сол жақтан шығып жатыр. Жаңа бауырымыз айтқан, ол шын, ешкім оған қарсы шыға алмайды. Енді бұл жерде жаңағы христиандарды, буддистерді Алла тағала сана сезімін артық беріп қойды ма деген сұраққа қарағанда айтып отырмыз, олар ізденеді, талаптанады. Олар жаңағыдай ғылымға деген құлшыныстары өте мықты болып тұр. Біздің жаңағыдай осыны жаңағы бір ғана тар шеңберден, түсінік шеңберден шығуымыз керек біз деген. Алмаппыз аузымызға түстеп тұрмыз ғой қазір. Деп қана қалғанымыз сол дұрыс болмады. Осы жағынан біз жаңа кенже қалып жатырмыз да. Айтпесе жаңа айтып отырмыз, бүкіл енді сол Еуропаның ғалымдар жаңа айтып отырмыз ғой, зерттеп тауып жатқан нәрсенің бәрі осы Құраннан шығып жатыр да, айланып келгенде исламға келіп тіреліп жатыр. Исламнан көріп, өздері жаңағы исламға амалсыздан, еріксізден бойұсынып, Құранның хақтығын мойындап жатыр мысалы, жаңа айтып отырмыз ғой. Сондықтан мұсылмандар қазіргі кезеңде, қазіргі уақытта мына ғылым жағынан кенже қалып отыр, артта қалып отыр. Бұл енді жаңа айтып отырғанымыз бұл хақ нәрсе. Енді мысалы егер біз жаңағы сол орта ғасырға келсек, тарихқа қайтадан оралатын болсақ, мысалы жаңа христиандар деп қалды, буддистер деп қалды. Енді басқа дінге әрине сөкпейміз, әр діннің өзінің бір ұстанатын жолы бар. Ислам діні бүкіл дінге көзқарасы дұрыс, бәріне құрметпен, сый құрметпен қарайды. Ал енді жаңағыдай тарихқа оралатын болсақ, мысалы жаңа ең бірінші Галилео Галилейді, мысалы Коперникті христиан шіркеуі заманында басқарып тұрған Европа, соларды жер домалақ деген үшін, жер күнді айналады деген үшін, сол ғылыми жаңалықтар асқан үшін, ол қасиетті кітаптарында болмаған үшін оларды өртеген, тірідей өлтіріп отырған. Сол кезде, сол заманда, сол христиан Европа мемлекеттерінде ғылым дамымай қалғанда, сол заманның өзінде. Ол жерде ғалымдар болған, бірақ жаңағыдай олар жаңағы дінмен басқарып тұрғаннан кейін, осындай ғылым саласы дамымай қалған ол заманда. Сол кезде мұсылмандар ислам мемлекет дамыған. Басын бастап берген, көп ғылымның жаңалығын ашып берген мұсылман ғалымдар еді. Қайтадан айтатын болсақ, қазіргі заманда сол ғылымды жалғастырып, және өздері де әрине бәрін деп айтпаймыз, қазір батыс ғылым ойлап табуда алға сапта тұр десек қателеспейміз. Пайғамбарымыз айтса мынандай бір хадис бар ғой. Дүниенің бір ғылымын меңгеру дейді. Дүниеде бір ғылымды меңгеру. Ол тек қана бір дін ғылым емес. Қандай мейлі физика болсын, мейлі химия болсын мысалы. Қандай да бір ғылымның түрін меңгеру дүниедегі және дүниенің ішіндегі барша байлықты иемденуден артық дейді. Осы жерде мынандай бір түсінік шықпай ма? Мысалға жаңағы айтылып отырған Европа ғылымды ашықтауда дүние иелену үшін емес, бас пайдасын көздеу емес, ол сол бір ғылыми жаңалықты ашып, болашаққа бір пайда келу үшін. Бізде қазір керісінше болып тұрған сияқты ғой. Баласын оқуға түсірсе, қай жерде ақшасы көп, қай жерде пайдалы юрист болу керек, немесе анау болу керек. Біздің кенжелеп жатқан бір жағымыздың да осы емес па? Сол жағы деп айтсақ болады, өйткені енді
тек қана дүниеви тіршілікке күнкөрістің қамына салынып кетсек, біз шынымен де мұны ғылым білімнен артта қалатынымыз хақ нәрсе. Енді елбасымыз қазір жақсы саясат қойып отыр алдымызға. Мысалы қазір біздің қазақтың да қазір ғалымдар жоқ емес, бірең-сараң жас оқушылардың арасынан да шығып жатыр. Мысалы жақындағы мына ағамыз жаңағы мыңдаған жыл математика ағамыз мыңдаған жыл шешілмеген есептің шешуін тауып жатыр. Сол сияқты басқа мына не саласында, астрономия саласында ғылыми еңбектер, жаңалықтар ашып жатқан осы қазақстандық ғалымдар бар екенін естіп жатырмыз. Сөйте иншалла өсіп дінге бет бұрып, мына елбасымыз жақсы бағдарламалар қойып жатыр, осыған бет бұрып біз көңіл бөлсек, Құдайға шүкір, бізден де мықты әлі талай әлемді мойындататын ғалымдар шығатындығына сенімдіміз. Алла разы болсын. Көреріміздің қоңырауы бар екен, тыңдап алсақ. Сіз тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Барша халқымды, қанат бауырым, студияға келіп отырған қонағымызға мына Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Амин, Алла разы болсын. Мына әр тақырыпты көтеріп жатқан күніне әртүрлі тақырыптан өткізіп жатқан тақырыптарыңыз өте керемет. Ризамыз. Алла разы болсын. Әр тақырыптан көтеріп жатқандарыңыз. Менің сіздерге қояйын деген сұрағым. Мынау қазіргі кезде мектептерде ағылшын тілінде үйретіп сабақ беріп жүр. Неге өзіміздің мұсылмандық діни сабақтан білім беріп, немерелерімізді, балаларымызды имандылыққа, мейірімділікке, адамгершілікке үйретпеске? Керемет оқыған білімді имамдар көп. Соңдарынан ертіп, оқытып, үйретіп, шәкірттерін неге көбейтпеске? Назарларыңызға рахмет. Рахмет, апайымыз өте орынды мәселе қозғап отыр. Әрине бұл қазіргі заманда өте қажет болып тұрған жағдайдың бірі. Енді мектепке имандылығын сабағын кіргізу жайлы бұл осы 2000 жылдан бері мына Әбсат Арғаж Дербісәлінің кезінде де көтерілген мәселе еді. Енді әр қазір қазақ, әр мұсылман осыны, әр жаңағыда иманды адам осыны қалайды шынымен де. Мектепте шынымен де балалар имандылық сабағын кіргізсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Жаңағы неше түрлі ағымдар көбеймейтін еді. Неше түрлі жаңағыдай теріс жолға, тәртіпсіздікке бой алдырмайтын еді. Өте көп көмегі болатын еді. Енді біздің заңға да қарауымыз керек. Мемлекеттік дін жаңағы жөнінде қабылданған заңда, Қазақстан Республикасының Конституциясында діни бірлестіктер және дін қызмет жайлы заңда былай жаққа бүкіл діндер бірдей. Яғни ешқайсысын кемсітілмейді. Бізде мектепте дін тану сабағы кірді қазір, одағы тарихшылар беріп жатыр. Бұл жерде дін тану деген сабақ, ислам тану, имандылық сабағы деп түсінбеуіміз керек. Бұл жерде жалпы әлемдік діндерді өтеді. Үстірт жаңағыдай әлемдік діндердің жаңағыдай ислам, христиан, буддизм немесе кейіннен шыққан ағымдар осылар жайлы таныстырып, тарихтарымен таныстырып өтеді. Бұл жай ғана дін тану сабағы осылай кіріп отыр қазір. Енді имандылық сабағы кірсе, болашақта енді ойлаймыз, тілейміз, Алладан нұр үстіне нұр болатын еді, балаларымызда иманды жас ұрпақ болып өсетін еді деп ойлаймыз енді. Алла разы болсын. Ал енді ислам діні тек қана білімге ғана үлкен мән беріп тұр, қарап отырсаңыз, иә? Өйткені пайғамбарымыздың да хадисі бар ғой. Ислам қашан дамиды? Ислам ғылым дамыған кезде дамиды. Ғылыммен бірге исламның бірге дамитыны. Ғылым болмайтын болса, исламның кенжелеп, қазір уақыттағыдай әлі көрінген нәрсеге шұқылап, сақалға, не орамал, сол сияқты сақ-түйекке кетіп қалатындығымыз. Жалпы осы бұның енді екінші жағы бар, керісінше жағы. Білмеген нәрсеге таласу жағы қалай болады исламда? Дінімізде білмеген ең жақсы араларыңда білгендерің сөйлеңдер деді. Пайғамбарымыз айтады, сөйлесеңдер дұрыс сөз сөйлеңдер, сөйлемесеңдер үндемеңдер дейді. Яғни енді қазіргі заманда неше түрлі діни ағымның өкілдері немесе бір-екі хадисті оқып алып, мына хадисте былай деген ғой, сіздер неге былай істеп жүрсіздер, мына істеп жатқандарыңыз дұрыс емес, Құранда былай деген ғой деген сияқты бір болмашы нәрсеге білімсіздіктен, сол надандықтан талас тартысқа беріліп жатқан жастарымыз өкінішке орай шығып жатыр. Оның ішінде жаңағы салафи ағымның адамдары, немесе басқа да осындай ағымны кеткен адамдар. Олардың бәрінен жаңа айтып отырмыз ғой, арнайы саяси бір ислам дініне қарсы құрылған ұйымдардың істеп отырған іс-әрекеттері. Мысалы, Құран деген ғылым дін, оны оқи сап көп нәрсені бірден біз түсіне алмаймыз. Оны терең зерттеп, оның жаңағы тәпсірі болады, яғни комментарий дейді ғой. Оны түсініп барып, біз зерттеп барып, оның қаншалықты бір терең мәнді мағыналы екенін білуімізге болады. Сондықтан да білмеген нәрсеге таласып, білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Сондықтан да
адам білмей ма, неғұрлым білмеген нәрсесін мына білімді имамдардан немесе ұстаздардан, ғалымдардан сұрап білген абзал болады. Қазірде діни басқарманың мысалы фатуа бөлімі бар. Мысалы кейбір кісілер қазір білмеген нәрсесіне фатуа бере салады. Мысалы мынау шариғат бойынша қалай болады десе, адам жаңа кейбір адам өзін білмейді деп айтпасын деп мекен сөйтіп жаңа фатуа бере салатын көреді. Енді мына қазір заманауи фих деген бар. Қазіргі заманға байланысты фих ғалымы шариғаттың жаңағы іс-әрекеттері жайлы, қазіргі заман дамыған заманда не істеу керек, не істемеу керек жайлы діни басқармада фатуа бөлім бар. Біз сол жерге хабарлассақ, ол жерде дұрыс жауап береді. Сондықтан да дінімізде неғұрлым білген нәрсесін ғана сөйлеп, білмеген нәрсесіне араласпаған жөн. Егер білмеген нәрсесін айтып дұрыс емес айтып қойса, ол басына үлкен күнә, қатер тауып алады. Ал енді осы жаңа айтып отырған білмеген нәрсесіне білем деп айту, білмеген нәрсесіне қате жаңағыдай бір пәтуа беру, бұл болашаққа қаншалықты зияны бар? Қазіргі уақыттағы мысалға жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, қаншама ағымдар бар. Сол ағымдардың барлығының осылай бір қазақта айтады ғой, іштен шыққан жау жаман деп. Осы іштен шыққан жаудың көбеюіне, солардың бір микроб, бактерия ұқсап, вирус ұқсап көбейіп келу жатуына осы бір білімсіз берілген пәтуалар деп айтсақ бола ма? Әрине солай десек болады. Өйткені бұл жерде олардың мысалы жаңа діни ағымда осы іріткі шығарушылар мына адамдың ойлау сана сезімін мына тежейді. Міне Құранда былай деді, сен осылай істеуің керек, бітті. Алла тағаланың әмірі. Сен арқата ойланып оны жаңа логикаға салма дейді да. Алла тағала айтты, бітті, орындауың керек. Оның қандай мағынада айтты, ол қандай мәселе үшін айтты, оны ойлатпайды да бұл жерде. Тура сол сияқты хадистер, міне пайғамбарымыз былай деген, өмірінде былай істеген, сен де солай істеуің керек дейді. Ақылға салуға болмайды дейді. Құранда қанша жерде келеді, ақылға салмайсыңдар ма, ойланбайсыңдар ма деп келеді. Енді мысалы Құранда қазір Рамазан айы, Құран айы дейміз ғой. Құранды көп оқу керек мұсылмандар. Қазақша түсінетін қазақша мағынасын, орысша түсінетін орысша мағынасын, көптеген сырларын ашады. Енді сол Құранда мысалы бізге мәлім аяттар, беймәлім аяттар бар. Мысалы жаңа Құранда осындай бір аятты бір күні келтіреді, бір кісі маған айтады, Құранда кәпірді көрсең басынан шап, өлтір деген аят бар екен. Осыны мысалы жаңағы мына діни ағымдағылар пайдаланып өсіп кәпірлердің бәрін өлтіру керек екен деген ой түйіндеп жүр. Бұл қалай дейді? Жаңа айтып отырмын, ислам бейбітшілік діні. Бейкүнә адамды өлтіруге ислам діні үзілді-кесілді тыйым салады. Ал енді жаңағы аяттар қайдан шықты дегенде, бұл сол мысалы жаугершілік кезінде, соғыс заманда. Өзің мысалы ең бірінші исламның соғысы бірінші мұсылмандарға жаңағы басқа мүшриктердің шабуыл жасаумен басталды, білесіздер, иә? Мысалы қорғану ниетімен бірінші мұсылмандар соғысы. Сол кезде қорғану ниетімен қашан саған тыныш жатқан мемлекетке жау шапса, басқа жаңағыдай сіздің отаныңызға зиян тигізетін болса, сол кезде алтынға кезген дұшпанды өлтір деген аят бұл жерде. Яғни дұшпанды қорғану ниетімен өлтір деген аят. Отаныңды, отбасыңды қорғау ниетімен сол кезде жаңағы соғыс алаңында кездескен адамды өлтір деген аят бұл. Яғни сол дұшпанды өлтір. Ал енді бұны қазіргі бейбіт заманға қолданып, міне Құранда былай деген деп теріс бұрмалап, қазір ағым жетегіне еретіндерді өстіп адамдарды азғырып адастырып отыр. Бұл да бір білімсіздіктің, надансыздың, көбінесе сол діни ағымдардың жетегіне кететін негізі жастар және мына діни білімі жоқ адамдар. Осылар тез еріп кетеді. Ал енді қазіргі кезде жаңа өзіңіз айтып отырған жастардың көбісі мысалы сол бір кеше намазға келіп бүгін ақыл айтатындай бір дәрежеге келіп қалған жастар бар мысалға. Соның ішінде имам ағзамды мысалға сондай бір үлкен ғұлама ғалымдарды кәдімгідей сөгіп жамандап, не болмаса олардың барлығы қате пікір айтқан деген сияқты олардың артына жалпы турасын айтқанда ислам дінінде білім иелеріне қандай құрмет көрсеткен? Ислам дініне бағана тағы бір айтып өткендей, пайғамбарымыз аспандағы, мен сахабаларым аспандағы бір жұлдыздар сияқты, олардың қайсына ерсеңдер де тура жол табасыңдар деді. Яғни сахабалар ғалымдардың өзін жұлдыздарға теңеген. Біздер қашанда ғалымдардың, ғалым болғанда әлемге танылған, әлі күнге дейін мысалы ел мойындаған, жұрт мойындаған, халық түйім мойындаған ғалымдардың артына ерсек, біз ешқашан адаспаймыз. Соның үшін өзіңіз айтқандай имам ағзам Абу Ханифа өз заманда үлкен ғұлама ғалым болған. Қазірге шейін бұл ғалымды ислам әлем мойындауда. Мысалы қазір әлемде 80% десе, ислам жаңағы сүнниттер жолын ұстанған адамдар, соның мұсылмандардың 55% осы ханафи мазхабын ұстанады екен.
55%, 80%-ың ханафи мазхабын ұстанады. Бұл да бекер емес. Олардың бәрі ақымақ емес қой, мысалы. Сонда бір ғалым, ғұлама осы күнге шейін сол кезде айтып кеткен өсиеттері, жазған кітаптары, ғылыми жаңалықтар осы күнге шейін адамның өміріне, өмір сүру қағидасына сәйкес келіп жатыр. Сондай ұлы ғұламаларға тіл тигізіп, олар білімсіз болған, олар адасқан, біз қазір тура жолдамыз деп намаз оқығаны 5-6 ай болып, немесе 1 жыл болып, бір 5-6 хадис жаттап алып, елдің арасында іріткі салып, дүрбелең тудырып жүрген жастарға бет бұрып кішкене ғылыммен айналысып, ислам терең түсінсе, дұрыс болар деп айтар едім. Өйткені қазір қарап отырсаңыз, біз шынымен ақ бағана Европа, батыс ғалымдары, батыс өте өсіп бара жатыр. Білім жағынан, білім деңгейінен бізден әлдеқайда оқ бойы озық тұр ғой турасында. Біз барлығын солардың, бүткіл технология солардың, ең аяқ қолда бір калькулятор, не болмаса жаңағы телевизор, не болмаса тоңазытқыш болсын, астымыздағы көлік болсын, шынымен ақ солардан алып пайдаланып жатырмыз. Біз қазір шынымен ақ бір ұсақ түйекке қарай, бір хадисті жаттап алып таласа бергеннен гөрі білімге қарай бет қоятын болсақ, біздің мына жаңа елбасымыздың алдыға қойған бағдарламасы бар ғой, 2050 деп. 2050 дегенде біз Алла нәсіп қылса бір жақсы бір неде түсініп жатырмыз. 2-сі бар, жаңағындай 5-і бар, осы бір 2-5 қоссаң 7 қасиетті, қазақта бір әлгі 7-ні бір қасиетті сан деп атады. Алла нәсіп қылса ол кездерде бір болашағымыз дамыған, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын бір заман келеді деп түсінеміз. Қазір де әлбетте енді дініміз өркендеп қарыштап дамып келе жатыр ғой, Алла нәсіп қылса. Мына дінбасымыз, жаңадан келген дінбасымыз бұған өте қатты мән беріп жатыр. Мысалға имамдардың мысалға біліміне тек қана бір намазбен, оразаны ғана, зекетті ғана жеткізу емес, жан-жақтылы, мысалға өзіңіз сияқты жан-жақтылы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, Қытайда болса да барып білім алыңдар деп. Жан-жаққа қазір имамдарды Түркияға, мысалға Египетке жан-жаққа білім алуға жіберіп, халықтың ортасында ислам дінін мүлдем басқаша қылып жеткізуге. Жалпы осы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы бір хадисі бар ғой, Қытайда болса да барып білім алыңдар деп. Қытайда болса да барып білім алыңдар деген хадисін бір ашықтап кетуге қазіргі жастардың ойы бір жерде тұрақтап қалмауына бір үлкен себеп болатын, әсер ететін бір хадис сияқты. Осыны қалай ойлайсыз? Енді бұл да, бұл хадисіде пайғамбарымыздың ғылымның адам өмірінде үлкен рөлі бар екендігін аңғартады. Мысалы, Қытайға да жатыр, араб түбегі қайда жатыр. Яғни ол және Қытайдың діні де басқа, олардың жаңағыдай сыйынған құдайлары да басқа. Исламда олар пұтқа табынатын, яғни өз кезінде. Қазірге шейін діні сондай. Енді ислам діні таухид діні, бір Аллаға сыйынған, Алланың хақ діні келген діні. Сөйте тұра, діні басқа болса да, жердің түбі алыс болса да, қанша жер болса да, сол жақтан барып ғылым алудан ешқашан тартынба дейді. Яғни ғылым алуды қай жерде болса да, мұсылманның жаңағы даналықты, ғылымды қай жерде болса да сіңіріп алу керектігін айтып жатыр бұл жерде. Үлкен мән беріп жатыр. Жаңағы айтып отырмыз, тағы оралатын болсақ, мына 1-2 хадис жаттап алып, 5-6 хадис жаттап алып, мынау дұрыс емес, анау дұрыс емес деп жүрген бауырларымыз осындай хадиске көбірек мән берсе деп ойлаймын. Құранның осындай ғылымға, білімге бізді насихаттаған, үгіттейтін, осыған жаңағы құштарлануға жетелейтін аяттарына көбірек хадистерден мән берсе, бізде қашан жаңағыдай өстіп бір-бірімізге алауыз болып тартысып жыртысып жатпай, осындай жаңағы үлкен білімге қол жеткізетініміз хақ еді. Сондықтан да біздер көбінесе осыны жаңағы Қытайдан болса да білім ал дейтіні, білімді жердің түбінде болса да алып сіңіру мұсылманның хақ міндеті екендігін айтып жатыр деп түсінсек болады. Ал енді жалпы Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде айтады. Араларыңызда әмір иелеріне бойсыныңыздар дейді. Әмір иесіне бойсыну дегеніміз, мысалға біздің Қазақстанымызда дін басы болған болса, соған дін жағынан бойсыну, мысалға мына Хазіреті Алидің бір сөзінде айтады, маған бір әріп үйреткен адамға мен 40 жыл құл болар едім деген сөздер бар. Енді білімге осыншалықты ден қою. Жалпы бұл жерде қарап отырсаңыз, сол ұстазды құрметтеу, оны дәріптеу, әлгі бөтен жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан болды. Өз еліміздегі бір дін басына, өз еліміздегі ғылым иелеріне бойсыну жағы ислам дінінде қалай қаралады? Өзге дін? Өзге. Енді қарап отырсаңыз, қазір жақында ғана естіп жатырмыз, мына түрмелерде ораза ұстап жатқан бауырларымыз бар екен. Бірінші күн ораза ұстамапты. Неге деп сұрасақ, бұл бауырларымыз
шеттегі мысалға анау Арабиядағы немесе шеттегі Ресейдегі бір ғалымдарымыз, ұстаздарымыз бар. Солардан сұрадық. Әлі ораза кірген жоқ, ораза Рамазан айы ертең кіреді деп айтты деп, бір күнгі оразаларын қаза қылып қойды. Енді қарап отырсаңыз, бұл жерде және бір білімсіздікке әкеп соғады ғой. Өйткені ол жақта бізден қанша сағат артта қалып жатыр. Бізде қазір айту таң атып келе жататын болса, ол жақта енді кеш батып келе жататын болса, қарап отырсаңыз. Енді әр жерде Аллах тағала жер дөңгелек жаңа айтып отырғаныңыздай, бір жерде күн батса, бір жерде түн, бір жерде таң атып келе жатыр. Мысалы, Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде нақты аят айтты ғой. Сіздер Рамазан айының туғанын көрген болсаңыздар, бірден ораза ұстаңыздар деп. Бұл жерде бір жердегі ғалымнан сұраңыздар. Ана жерде Арабиядан біреуден сұрап алыңыздар деп айтқан жоқ. Өзіміздің дін басымыз тұрған болса, соның айтқанын орындау ислам дінде қандай үкім, қандай амалға жатады? Парыз ба, уәжіп па, сүннет па деген сияқты. Құран кәрімде айтады, Аллаға және пайғамбарға бойсыңдар дейді. Және араларындағы басшыларыңа бойсыңдар дейді. Біз қазақстандық болсақ, бүкіл Қазақстан азаматтарына бірінші ел басына бағынуымыз, соның ішінде дін жағынан, діни үкімдер жағынан мұсылман қауымға дін басына, яғни қазір Ержан Қажы Малғажыұлы мүфтиімізге бағыну біздің әрқайсымыздың мойнымыздағы жаңағы уәжіп, яғни міндетті түрде істеуіміз керек болатын амалға жатады. Яғни біздер өзіміздің дін жөнінде дін басшымызға бағынамыз. Ол кісілер ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін, қалай жүріп тұруымыз керек екенін, діни жаңағы күндердің қай күні кіреді, қай күні шығады, осының бәрі қалай, оразаның мысалы басқа құлшылық амалдарын қалай істелетіндігін біздің мүфтият, яғни төл дініміз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шешеді. Және сол кісілердің бұйрығымен, сол кісілердің патуаларымен болатын нәрсе. Ал енді біздер өзіміздің мүфтиятымыз дін басымыз тұрып, басқа анау Сауд Арабиясындағы немесе басқа бір араб мемлекеттері өмір түрін көрмеген, немесе оның сұхбатында болмаған, онымен бірге отырып қандай ғалым екенін, дұрыс адам ба, бұрыс адам ба, жоқ әлде ол қандай мақсаттағы адам екендігін білмей тұрып, жай бір жаңағы телефон арқылы байланыспен оның айтқанына көніп, ел жер бетінде жаңағы осы ел арасында іріткі шығарып, соның сөзін дұрыстыққа санап, ол ақымақтық, ол надандыққа жатады. Мысалы жаңа айтып жатыр, Құранның аяты қайда қалды, пайғамбарымыз хадисі қайда қалды? Араларындағы басшыларға бағыныңдар дейді. Міндет қылып отыр, уәжіп қылып отыр. Оны ол кісілер де біледі мысалы. Сонда бұл жерде адамның тағы да дінді толық дұрыстап түсінбестігінен, діни білімнің таязығынан болып отыр. Сондықтан да біздер 90 ауыз сөздің түйіні, біз Қазақстан мемлекетінің азаматымыз ба, біз мемлекеттің заңына бағынуға міндеттіміз. Дін жағынан дін басына бағынуымыз керек болады. Сондықтан да адамдар дұрыстап дінді қашан түсініп, осы білімді адамдардан сұрап білсе жөн болар еді деп. Енді дұрыс айтасыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой, отанды сүю иманнан деп. Отанды сүю дегеніміз, отанын сүю, отанына қызмет қылу дегеніміз, яғни оның басшысына, оның ел басына бағыну деп түсінсек те болады ғой. Әрине солай деп түсінсек болады. Өйткені енді ел басымыз енді біздің бүкіл тыныштығымыз сақтап, жан-жақты мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас жасап, осы еліміздің дамуына қарыштап, экономикалық дамуымызға, жан-жақты дамуымызға үлесін қосып отырған бірден бір ел басымыз. Ел жаңағы патшаның тілеуін тілеп, патшаны халық сайлайды. Халық өз сайлап алған патшасын қашанда қаралап, қарсы шығу ол әрине дұрыс нәрсе емес. Қандай? Осында бір үлкен қағидалы сөз бар. Ел қандай болса, халық қандай болса, сондай патшасы сондай болады дейді. Яғни біз патшаны жамандамай, керісінше өзіміздің қандай екенімізді білейік. Құдайға шүкір, біздің ел басымыз, біздің еліміз қазір егер дұрыстап салыстырып қарайтын болсақ, басқа мемлекеттен, кейбір мына ТМД мемлекетінің арасындағы көптеген елдерден Құдайға шүкір оқ бойы алда тұрмыз. Технологиясы озған, экономика жағынан, жан-жақты жағынан Құдайға шүкір алдыда тұрмыз. Оны бәрі мойындайды, көзі ашық, көкірегі ой адам оны былай да түсінеді. Тек қана іріткі шығаратын, көре алмайтын адамдар ғана, немесе надан, білімсіз адамның ғана айтатын сөздер деп түсінеміз ондайды. Алла разы болсын. Рахмет, Әнет мырза, ұстаған оразаңыз қабыл болсын. Халыққа бір қысқа ғана тілегіңізді айтып, хабарымызды тамамдасақ. Жақсы, құрметті мұсылман ағайын, мына қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымыз, құлшылықтарымыз, ниеттіліктеріміз Алла қабыл етсін. Рамазан айы Құран айы дейді, осы айда Құранды көп оқиық, бейбітшілік, береке, бірлігіміз арта берсін. Алла баршамызға екінен жақсы нәсіп етсін иншалла. Міне құрметті ағайын, Аллах тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Сол білім арқылы мемлекетіміздің қарыштап дамуына себепші қылғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah